Баршаңызға саламатсыздар ма? Менің атым Ақсәуле, фамилиям Әлжан. Сіздер бұл видеоны көріп отырсаңыздар, менің Цукербергтің көршілері деген басқа арнамнан келіп отырған болуларыңыз мүмкін. Егер о жақтан келіп отырмасаңыздар, Цукербергтің көршілері деген подкасты барып, сол жаққа барып жазылып, біздің сол жақтағы әңгімелерімізді тыңдай отырыңыздар. Менің құрбым Арай Сабыржан екеуміздің жобамыз. Бірақ бұл арнаның аты Ақсәуле, бұл арнаның мақсаты бөлек. Бұл денсаулыққа арналады. Бұл арнаны неліктен ашып жүргенімді мен сол Цукербергтің көршілеріндегі өзім туралы подкастта айтып бердім. Егер ол выпускты, ол шығарылымды көрмеген болсаңыздар, онда қысқаша өзімнің басынан өткен оқиғаны айта кетейін. Жасым қазір 41-де, 39 жасымда рак молочной железы деген диагноз қойды дәрігерлер. 4-ші стадия деді. Және жағдайың мүшкіл болуы мүмкін. Негізінде бұндай тип, бұндай түр және бұндай стадияны емдеу өте қиын деген болатын. Бірақ бірнеше айдан кейін, бірнеше ай химиотерапия алғаннан кейін, емделгеннен кейін ол аурудан ізде қалмады. Құлан-таза жазылып шықтым. Сондықтан мен сияқты осындай диагнозға тап болған адамдар болса, дәл қазір диагноз қойылып жатса, немесе жақындары ауырып қалған адамдар болып жатса, YouTube-тан қазақ тілінде қандай да бір ақпарат іздейтін болса, сондай адамдарға көмектесінші деген оймен осы арнаны бастап отырмын. Бүгінгі видеоны да жазып отырмын. Бүгінгі осы арнада мен осы ауру кезіндегі білген, жиған, түйгенімен бөлсем, және осы ауруды жеңуге деп айтуға болмайды негізі. Осы аурудан емделіп шығуға барынша қолдан келетін бір ақыл кеңестер болса, кәсіби адамдардың, профессионалдардың, мамандардың жаңалықтары болса, солармен бөлісіп отырам ба деген кішкентай арна. Сондықтан қош келдіңіздер, жазылып қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар, сонда келесі шығарылымдардан құр қалмайсыздар. Бұл арнада мен осы тақырыпқа байланысты тек қана жалпы онкологияға емес, жалпы денсаулыққа қатысты жақсы жаңалықтар, ғылыми жаңалықтар болып жатса, Қазақстанда мүмкін әлі естіге болмаған бір жаңалықтар болып жатса, осы туралы айтып отыратын болам. Сондықтан жазылып отырыңыздар. Мен дәл қазір саябақта отырмын, дәл қазір қасымда автомобиль жолы бар, содан машиналардың өткен кеткен дауыстар естіліп жатыр. Сіздерге қатты кедергі жасай қоймас деген үміттемін. Жалпы менің жазылуыма қандай себептер болды деген өзімнің бір ойлаймын ғой, енді ойға түйгендерімді айтып кете қояйын. Меніңше, менің жазылуым бірнеше бөліктен тұрған сияқты. Ол бөліктің барлығы әрине тең болуы мүмкін, біреуі артығырақ, біреуі кемірек болуы мүмкін, оны ешкім білмейді. Бірақ ең бастысы, мен дәрігерлердің емінен бас тартқан жоқпын. Өйткені мен медицинаға, ғылымға сенетін адаммын. Егер көптеген зерттеулер бойынша осындай да бір мысалға химиотерапия деген сияқты ем, онкологияны емдеуге ұсынылса, демек оның себебі бар деп есептеймін. Сондықтан мен химиотерапиядан бас тартпадым. Яғни бірінші дәрігерлер емдеді деп айтуға болады. Бірақ негізінде мен емдеген дәрігер артынан айтқандай, маған ол химиотерапия қатты көмектеседі деп ойламапты. Шыны керек. Ол басында айтты, сізге біз паллиативті, негізі бұндай жағдайда біз паллиативті ем ғана жасаймыз. Енді паллиативті деген ол қолдап отырамыз, бірақ емдеуге емес деп, арналмайды деп. Бірақ содан кейін өзі пікірін өзгертті. Сен жассың әлі. Саған сізге ең агрессивті, ең қатты ем беріп көрейін, ең қатты химия беріп көрейін, мүмкін сізге көмектесіп қалар деп сол қатты химиясын бастады. Бірақ өзі кейіннен айтқандай, мен үйтіп химия қатты көмектеседі деп ойлаған жоқпын деді. Бірақ химия маған өте қатты көмектесті. Қалай көмектескені, неге көмектескені ол келесі себептерден біле аласыздар. Сонымен мен біріншіден химиотерапия жасадым, яғни дәрігердің айтқанын жасадым. Бұл бір емделуінің бір бөлігі деп айтуға болады. Екінші үлкен бөлігі, ол туралы мен қазір бөлек шығарылып жазам. Мен медитациялар жасадым. Өзімнің психикаммен, өзімнің жан дүниеммен өте көп жұмыс жасадым. Бұл аурудың себептерін іздеп табуға тырыстым. Неліктен бұл ауру маған келді, маған нені үйретіп жатыр, мен нені көрмей жүрмін, не нәрсені түсінбей жүрмін өмірімде деп, сол туралы қатты ойландым. Яғни сол медитациялар арқылы өзімдегі стрессті басып, қорқыныштан арылып,
күнделікті күнімді бағалай бастадым. Бұның барлығына себепкер Мақпал Қарипжанованың 5 элемент деген бағдарламасы. Яғни сол бағдарламаға қатысып, сондағы медитацияларды жасап, сондағы сабақтарды тыңдап, сондағы тапсырмаларды жасап, сол жағынан да емделдім деп айтуға болады. Яғни меніңше негізінде ішкі түйсігім менің жазылуыма осы 5 элементтің үлкен көмегі болды. Мүмкін химиотерапиядан да артық болған шығар. Өйткені дәрігер айтты ғой, негізі көмектеседі деп ойламадым деп. Бірақ медитациялардың көмегімен бұның бәрі сәтті өтті. Бұл екінші үлкен бөлігі. Үшінші үлкен бөлігі мен ашықтым. Ашыққанда химиотерапия жасаған күндері ашықтым. Яғни оны міндетті түрде дәрігердің бақылауымен жасау керек. Қараптан қарап, біреу интернетте ашық екен деп өзіңіздің денсаулығыңызды, өзіңіздің анализдеріңізді қарап алмай, сізге не жетсет, не жетіспейтінін білмей жатып ашығу дұрыс емес. Міндетті түрде профессионалдың көмегімен жасау керек, немесе өзіңіз жан-жақты зерттеп, оқып, біліп, содан кейін барып кірісу керек. Яғни кез келген адамға ашығуға болмайды, бірақ ашығу туралы да өзім бөлек шығарылым жасап айтып кетем. Және төртінші маған көмектескен бөлігі ол психологпен сессиялар. Психологпен где-то 10 шақты ма, 15 шақты ма тек қана бір сессия болды. Астанада тұрады ол психологпен де сұхбат жазып осы жерге салып қоям. Ол психолог маған өлімді қабылдауға қатты көмектесті. Яғни барлығымыздың о дүниеге кететінімізге, өлім барлығымыздың бара жатқан жеріміз бір екеніне және одан қорқудың керегі жоқ екенін мен қабылдатқан сол психологтың үлкен көмегі болды. Осы 4 бөліктен тұрды деп ойлаймын менің жазылуым. Әрбір адамның жазылуының өзінің себептері болады. Яғни біреуге бір нәрсе көмектеседі, екіншіге екі нәрсе көмектеседі. Мен өзіме көмектескен нәрселерді айтып отырып, мүмкін сіздерге де сол көмектесіп қалар деп отырмын. Бірақ әрқашан ол шешімді не нәрсені қабылдаймын, не нәрсені жасаймын, оны әрине өздеріңіз қабылдайсыздар. Өздеріңіз жауапкершілікпен қарауларыңыз керек, өздеріңіздің тағдырларыңызға, өмірлеріңізге. Интернетте біреу айтып отыр екен, ананың бәленшесі былай істепті, мынаның түгеншесі былай істепті деп жасай беруге болмайды. Әрқашан ақпаратты жинайсыздар, содан кейін барып өзіңіз қорытып, маған бұл келісе ме, маған келіспей ме деп содан кейін барып шешім қабылдаңыздар. Яғни бұл арна ешқандай медициналық көмек, ақыл кеңес бермейді. Біз тек қана білімді арттыру бағытында айтып отырмыз. Яғни мен білген, түйген, жинағанын бұл жерге бөлсем, ал сіздер оны ары қарай қабылдайсыздар ма, қабылдамайсыздар ма, өз жауапкершіліктеріңізбен шешім қабылдайсыздар. Маған психологтың айтқан бір үлкен сөзі бар. Ауруды емделуге ең үлкен кедергі болатын нәрсе не деген сұраққа ол қорқыныш деп жауап берді. Шын мәнінде де солай. Қорқыныш туралы да мүмкін бір бөлек бір шығарылым жазармын. Бірақ дәл қазір сіз осы видеоны қарап отырсаңыз және сізге немесе сіздің жақыныңызға осындай онкологиялық диагноз қойылса, біріншіден айтарым, қорықпаңыздар. Қорықпаңыздар, міндетті түрде жазылып шығасыздар. Егер адам мен жазылып шығамын деп сенсе ішінде, ол жазылып шығады. Біздің бойымызда сондай күш-қуат бар. Алла бізге сол күш-қуатты берген. Сондықтан іске сәт, барлығы жақсы болады. Тек қана жақсы жаңалықтар айтып жүрек, жағымды сөздер айтып жүрек, бір-бірімізді қолдап жүрек. Бір нәрсе түсінсем, мен осы аурудан ол адамгершілік, мейірімділік, бір-бірімізді қолдау деген сөздердің және түсініктердің маңызын түсіндім. Сондықтан осы арнаны ашып отқан себебім де сол. Мен сіздерді қолдағым келеді. Мен сіздерге сіз жазыласыз деп айтқым келеді. Сондықтан жүрегімдегі жылуды сіздерге бердім. Бәрі жақсы болсын, бәрі жақсы болады. Ендеше арнама қош келдіңіз. Бұл менің бір welcome видео дейді ғой, яғни қош келдіңіз деген видео. Қысқаша ғана, және мен бұндай видеоларды жазып YouTube-қа салып көрмеген бұрын. Жайлап тәжірибе жинаймын деген үміттермін. Қазір бүгіннен бастап осылай аптасына бір рет па, мүмкін 2 аптада бір рет па видеоларды салып отырам. Сіздер қарап өздеріңіздің керектеріңізге жаратарсыздар деген үміттемін. Күн жақсы болсын. Келесі кездескенше.